мына 24 жылдың қорытындысы бойынша 14 клубтың ішінде 325 футболшылар ойнайды екен. Әрбір клуб 23 клубтарда спортшылардың заявканы береді ғой. Соның 149-ы жаңа легионерлер. Жарты пайыз. Неліктен оларға біз бюджеттен қаражат береміз? Еще қаражат жай емес, олардың зарплатасы кеше естіңіз, Шымкент қаласында әкімі айтты, ана спортшының атын ұмытып қалдым, 20 миллион теңге айына алып жатыр. Ол сұмдық зарплата ғой. Қазір Ақтөбеге де ауысты. Ақтөбеге ауысып, жалақысы төмен. Қаншалатын белгісіз әзірге. Сондықтан біз жаңағы тек қана легионермен шектелмейміз, сонымен қатарда біз жаңағы тағы екі норма енгізіп жатырмыз. Ол лимиттер. Жаңа клубтарға біз өзімізге, құзыретімізге алып жатырмыз. Заң бойынша жаңағы футбол клубы болсын, хоккей клубы болсын, басқа да ойын спорт түрлерінің клубтар болса, оларға біз бюджеттен қанша ақша құйылады деген лимиттерді бекітейін деп жатырмыз. Шектеу қойылады ғой. Шектеу. Екіншіден жаңағы спортшыларда, соның ішінде ойнап жатқан спортшыларда жалақысына да шектеу қояйын деп жатыр. Сонда әкімдерге өзінің мына жаңа заң үлкен әсерін береді. Кешеге айтып жатқанда әкім айтып жатыр ғой, мен оған ештеңе жасай алмаймын, оның шарты бар, мен оның жалақысын кесе алмаймын деп. Қазіргі уақытта егер біз өзін шектеу қойсақ, сонда ол шектеуіне ары қарай бюджеттен ақша бере алмайды.